Сәлем достар, бүгінгі видеода қырқынан шығару наборын жасайтын боламыз. Және бізде осындай тарелочка, қасық, лента, қайшының бағаларын қазір айтатын боламын. Қазір алдымен бізге осындай тарелочка қажет болады. Бұндай тарелочканы мен обычный посуда сататын магазиннен 1000 теңгеге сатып алдым. Бұндай тарелканы 600-700 оптом магазиндерден алуға болады. Бізге ою қажет болады. Оюды мен 100 мелочей, 500 мелочей деген магазиннан 100 теңгеге сатып алдым. Осындай оюларды базарда көрпей сататын жерлерде арзан болуы мүмкін. Қазір былай жабыстырып шығамыз тарелкамызға. Міне осындай лента қажет болады. Үлкен лента, бантик жасау үшін. Бұндай лента 400 теңге, кішкентайы 100 теңге. Және де осындай қасық, ағаш қасық 250 теңге тұрады. Менде осындай самоклеющий стразы бар. Осындай самоклеющий стразылар қатты жабысады. Осындай үлкен наборы 300 теңге тұрады. Қасындағы стразы, жаңағы стразылар 100-150 тұрады примерно. И және міне осындай қайшы. Горячий клейіңіз болмаса, осындай двухсторонний скотч керек болады. Жаңағы двухсторонний скотчты осылай кішкене кесіп аламыз. Двухсторонний скотч дегенде екі жағы липкий слой болады, қатты жабысады. Міне қазір осылай оюымызға жабыстырамыз. Жабыстырып болғаннан кейін жай ғана липкий слойын былай алып тастайсыздар. Міне оңай алынады. Егер де ұшын дүзу қылып кессеңіз, оңай алынады. Егер де ұшын қисық кессеңіз, қиын алынатын болады. Енді қазір осылай тарелкамызды алып, оюымызды жабыстыра саламыз. Өте қатты жабысады, ештеңке алынбайды. Двухсторонний скотч, менде тонкий двухсторонний скотч, бағасы жаңағы айтқандай 150 теңге, 100-150-дің арасында. Міне осылай бір ою жабыстырып, қасына жаңағы стразы жабыстырып қойса да болады. Бірақ мен осы видеода 3 жабыстыратын боламын. Міне оюымызды жабыстырып болғаннан кейін үшеуін жаңағыдай енді стразыйымызды жабыстыратын боламыз. Стразы тоже қатты жабысады, самоклеющий стразы. Міне біздің тарелочкамыз дайын. Осындай күшті. Артқы жағында тағы оюлар бар. Енді қасығымызды әсемдейтін боламыз. Қасығымызды әсемдеу үшін бізге жаңағы стразы керек болады. Стразыйымызды осылай самоклеющий менде біртіндеп жабыстырып шығамыз. Егер де сізде самоклеющий болмаса, онда горячий клеймен жабыстырасыздар, тоже қатты жабысады. Енді осы жерде айтып кетейін, стразыды жабыстырмай тұрып, қасыққа бірінші лентамен төбесін орап алған дұрыс. Міне біртіндеп мен қасығымды қазір әсемдеп шықтым. Міне осылай болып шықты. Егер ұлға арналған болса, көк стразымен немесе серый стразымен, жылтыр түсті стразымен, әртүрлі стразымен әсемдесе болады. Енді қазір ленточкамызды аламыз да, лентаны жай ғана қасыққа орап шығамыз. Өте оңай. Міне лентамызды қазір ораймыз. Орағаннан кейін жаңағы айтқандай ең бірінші жаңағы стразыны жабыстырмай тұрып, ленточкамызды орап алған дұрыс. Өйткені қазір сіз лентаны былай да айналдырасыз, былай айналдырасыз, сол кезде біздің стразыйымыз дұрыс қатпай түсіп қалуы мүмкін. Енді қазір двухсторонний скотчты осыған орайым төбесіне. Орап липкий слойын алып тастаймын да, ленточкамызды ары қарай осы липкий слойдың үстіне орап шығатын боламын. Міне біздің қасығымыз дайын. Енді жай ғана төбесіне ленточканы жабыстыратын боламыз. Осындай лентадан бантикті қалай жасау жайында менің каналымда видео бар. Қарасаңыздар болады. Комментарийда ссылкасы тұрады. Міне енді мен қазір бантигімізді жабыстырып қоямын. Бантикті жабыстыру үшін двухсторонний скотчпен жабыстырам. Немесе горячий клеймен жабыстырсаңыздар болады. Және де момент деген клеймен де жабыстыруға болады. Осылай ленточканың үстінен қатты қысып шығамын. Міне біздің қасығымыз дайын. Енді осындай лентаны жаңағы жасау жайында менің каналымда видео бар, қарасаңыздар болады. Ссылкасын комментарийдің астына қалдырып кететін боламын. Міне осындай стразыйымызды қазір аламыз. Және де осы ленточкама, кішкентай ленточкама жабыстырып шығамын. Және сол ленточкамды жай ғана двухсторонний скотчпен қайшымызға жабыстырып шығамын. Міне біздің наборымыз енді толықтай дайын. Осындай набордың өз бағасы қанша шыққанын мен қазір жазып кететін боламын осы жерге. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Алда көптеген шокобоксы, растяжка, тойбастар жайында видеолар түсіретін боламын.